Şelledin ba? Ya. Ağa! Ne oldu? Soğuz bastaldı. Şayga otur. Жүре берейін. Бармай-ақ қойсаң да болады ғой. Баруым керек. Бұл менің парызым. Ал біз ше. Мен сендер үшін кетіп барам. Уайымдама, бәрі жақсы. Мынаны ала кет. Жақсы. Ал, мал жан саған аманат. Аман бол. Уайымдама. Мені күт. Мың 1941-1945 жылдары Қазақстаннан 1.196.164 адам соғысқа аттанды. Мұның сыртында 178.000 қазақстандық соғыстың алдында әскери қызметте жүрген. Яғни әрбір 5-ші қазақстандық қолына қару алып майданға кірді. Екінші дүниежүзілік соғыс басталардан 2 жыл бұрын, яғни 1939 жылы Қазақстанда халық 6.200.000 адам болатын.
Екінші дүниежүзілік соғыстың ауыр зардабын сол кездегі кеңес үкіметінің құрамындағы барлық ел бірге көтерді. Ұрыс даласында жауынгерлер жан алысып, жан берісіп, отан үшін отқа түсіп жатқанда, тылда мылтықсыз майдан жүріп жатқан еді. Соғысқа жарамды жанның барлығы майданға аттанып, ел иесіз қалғандай күй кешкенімен, тылда қалған шал кемпір, жесір әйел, әкесіз қалған балада қарап отырмады. Бәрі соғыстың қасіретін бірге бөлісті. Жеңіс үшін күндіз түні тынбай еңбек етті. Амансыңдар ма ағайын? Бүгін жедел түрде астықты түгел станцияға жеткізуіміз қажет. Майданда бауырларымыз ас ауқат күтіп отыр. Түсінерсіздер. Сондықтан тезірек қимылдайық. Кәнеки. Бүгінгі сабақты түсінікті ме? Үй тапсырмасын жазып алыңдар. Кіріңіз. Амансыңдар ма, балалар? Отырыңдар. Ертеңнен бастап барлық бала егіске шығады. Біз егінді жинап үлгере алмай жатырмыз, шырағым. Оқу енді ғана басталды ғой, аға. Оқу ешқайда қашпайды. Біздер фашистерді жеңуіміз керек. Солай ма? Солай. Бәрекелді. Қылышынан қан тамған тоталитарлық кеңес үкіметі өз мақсаты жолында ешкімді де аяған жоқ. Бәрін аяусыз басып жаншып, аяққа таптады. Үздіксіз геноцидтік саясатын жалғастырып отырған большевиктер халық жаулармен күресіп, ұлттың бетіне шыққан қаймақтарын сыпырып әкетіп қана қоймай, тұтас халықтарды туған жерінен айырып, күшпен өзге аймақтарға қоныстандырды. Туған жерін қимай күрсінген әке мен шырылдаған бала эшелонға тиеліп, басқа аймақтарға кете барды. Тез, жүріңдер! Тез! Бала, бері кел. Ауыл әлі алыс па? Жоқ, анау төбенің артында. Ендеше ауылға тезірек шап. Басқарушы қайт. Тұрғындардың бәрін жинасын. Тезірек жүріңдер. Тез! Әке, бұлар кімдер? Тыныш тұр. Бергеңіз. Мына адамдарды үйге орналастырыңыз. Енді олар өшір тұратын болды. Көздеріңізден таса қылмай, бақылауда ұстаңыздар. Бізге есеп беріп тұрасыздар. Құп болады. Енді тездетіңіздер. Тенхуа, Югай Бин, Новен Мун, Карслип Мизам, Ким Гон, Мамедова Аса, Завитов
Фахраддин. Міне балалар, бұл біздің ұлы отанымыздың кең байтақ жері. Ал біздің отанымыздың жүрегі ол? Мәскеу! Мәскеу қаласы міне мына жерде орналасқан. Көріп отырсыңдар ғой? Кіріңіз. Отыра беріңіздер. Кешіріңіз, сізді директор шақырып жатыр. Жақсы, қазір барам. Ал, балалар, мен келем дегенше үй тапсырмасын орындап отырамыз. Келгеннен кейін міндетті түрде сұрайын. Келістік қой? Тізім дайын ба? Иә, бәрі дайын. Кіріңіз. Сейітхан отыр. Жағдайыңыз қалай, аға? Шынымды айтсам, жағдай аса мәз емес. Не болып қалды? Жаман хабар бар ма? Иә. Соғыс басталды. Ауданнан хабар келді. Халықты құлақтандырып жатқан сияқты. Қару ұстауға жарамды азаматтарды жинап жатыр. Тізім келді, оның ішінде сен де барсың. Сондықтан сыныбыңды, қағаздарыңды басқа біреуге өткізді, үйің бар. Түсіндім. Сейітхан, бар үміт сендерде. Анашым, біз жауды ойсырата жеңіп, басымызды тік көтеріп ораламыз. Жыламаңыз. Жалғыз кетіп бара жатқаным жоқ. Апа хат жазып тұрам, жарайды. Аман болыңыз. Құлыным, аман келші. Өзіңізді күтіңіз, апа. Жеңіспен оралып алған. Развед тобы қайда? Қайда? Есеп берді, рұқсат етіңіз. Рұқсат, кіріңіз. Бер кел. Немістер Ленинград жанындағы Лобода өзені бойына 10 мың әскер жеткізіп салуды ойластырып жатыр. Рахмет. Рахмет. Штабқа жеткіз. Құп болады. Жігітсің, рахмет.
Жарайсың. Отаныма қызмет етем. Соғыс басталған кезде майданға өзім сұранып бардым. Соғыс оңай болсын ба? Белоруссияның батпағында таптадық. Мәскеудің суында да тоңдық. Аға, сіздің медалдарыңыз қайда? Жау айтып келсін бе? Харьковтағы шайқасты есім алсам, орманның ішінен 30 неміс атып шықты. Кескілескен шайқаста қалай барлығын жарат тастағанды өзім байқамай қаппын. Содан не керек? Орманның ішіне кіріп барған сәтінде жасақтарын сол жерге орналастырды. Отаныма қызмет етем. Отанға қызмет етемін. Жер шоқтығы Көкшетау, талғарағай басың бау, бойыңда бар 80 гүл, иісі жұпар аңқида. Жүсіпбек аға, даусыңыз не деген ғажап? Керемет, арқаға барып келгенде әсер алдық қой. Жүсіпбек аға, рахмет сізге. Құдайым-ау, Рамазан сен бісің? Сіздің келеріңізді естіп, осында қалдым. Майдан алаңы, мыңдаған әскерлердің арасында Рамазан сен бісің? Осы 23-ші полктесің бе? Мен осындамын, медициналық санитарлық бөлімшеде. Халықтың жағдайы қалай аға? Қазір халықтың бар арманы сендерге қолдау көрсету. Сенің досың композитор Қапас Мусин шығыс майданында болыпты. Досың Бекен Жылыспаев Харьков түбінде жан алысып, жан берісіп жатыр. Ал енді мен асығыспын. Басқа дивизияларға баруымыз керек. Аға, ауылға қашан қайтасыз? Қазір барлық әскери бөлімшелерді аралап жүрміз. 2-3 айдан соң осы араға қайта ораламыз. Егер қайттан осында келетін болсаңыз, алдын ала маған ескертіңіз. Өйткені менің сізге беріп жіберетін бір сәлемдемем бар еді. Үлгерсем екен. Әрине, жақсы. Жүріңіз. Жүсеке! Үлгердім ау әйтеуір. Қарындасыңа хат жаздың ба? Хатта бар, және тағы да бір маңызды дүние бар еді. Уәде еткен әнді жазып бітірдім. Төлеген туралы әнді. Жігіттер, кідіре тұрайық. Рамазанның Төлеген туралы әнін естімей кетсек, өкініп қалып жүрерміз. Жүр, мұнда отырайық. Жүріңіз. Қане, тыңдап көрейік. Қазір аға. Жүсіпбек аға, сіз Төлеген екеуміздің достығымызды жақсы білесіз ғой. Ол өте ерекше азамат болатын. Бірақ амал қанша, қазір жанымызда жоқ. Менің көкейімде жүрген бір әуен бар еді. Сол әнді сізді көріп, ауыл есіме түсіп толығымен жазып бітірдім. Егер сізге ұнап жатса, халыққа жеткізіңіз. Әрине. Бұл менің тілегім болсын аға. Өлім қашан келіп жететінін кім білсін аға. Сен батырсың, жассың. Көп уайымдай берме. Дұрыс айтасыз аға, бірақ мына қу соғыс кәрі мен жасқа қарамас.
жанын қияп кете алмай, ахау жас өмірден асқақтаған арманға өрмелеумен жас қазақ мұрттай ұшты уралап. Нағыз жүректен шыққан, жан тебірентерлік ән екен. Дұрыс айтасың, әдемі ән. Авторы Елебаев дедің бе? Иә, Рамазан Елебаев. Ол өте талантты жігіт. Москвадағы консерваторияға түскенде мен қатты қуанғанмын. Оның әні халыққа жетер деп үміттенемін. Галина Сергеевна жас қазақты естіп, кімнің әні деп сұрады. Ұнаған сияқты. Рамазан үйге оралғанда оны балерина Улановамен міндетті түрде таныстырамын. Сонда айтпақшы, Галина Сергеевна келді ме? Иә, күтіп алдық. Юрий Александрович екеуін біз неге тұра тұруға әрең көндірдік. Аға! Рамазан қаза тапты. Не? Не дедің? Жүсеке, сіздің кезегіңіз. Қар жамылған кең дала, ахау қанға бөгіп, гүрілдейді сор аспан, өлім төгіп жас қазақ мұрттай ұшты уралап. Жанын қияп кете алмай, ахау жас өмірден асқақтаған арманға өрмелеумен жас қазақ жатты көзі